Бүгінгі таңдағы жаңартылған білім беру жағдайында оқушы бойында танымдық қабілетін дамыту және қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси, экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген, 21 ғасырды құрушы, іскер, өмірге икемделген, жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру бүгінгі таңда мектептің тәрбие жұмысының басты бағыты. Мектеп-лицей уақыт талабына сай оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту үшін оқытудың жаңа ақпараттық коммуникативтік технологиясын тиімді пайдаланып, шығармашылық сипаттағы сабақтар түрлерін жүйелі ұйымдастыру арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыруда. Мектептің оқу мен тәрбие үрдісінің ынтымақтастықта жұмыс жасауы мектептің алға қойған мақсаттарын ойдағыдай іске асырып, кәсіби жұмысының жемісті болуына жетелейді. Бүгінгі мектеп-лицейдің оқу-тәрбие үрдісі біте қайнасып, бір жүйеге тоғысып жұмыс атқаруда. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі 375 бұйрығы негізінде қосымша білім берудің оқу бағдарламасын іске асыруда мектепте үйірме жұмыстарының ұйымдастырылуы және тәрбие жұмысының жүйесінде енгізілген Назарбаев зияткерлік мектептерінің шаңырақ оқушылар қауымдастығы жобасы жүзінде іске асырылды. Бұл тәрбие жүйесінің жаңа қадамы балалардың өзін-өзі басқару мүмкіндігінің жаңа типте ұйымдастыруына бағытталған. Қауымдастық мақсаты қазіргі өмірге сай бейімделген, бойындағы бар күш-қуатын мақсаттарға бағытталған, азаматтық құндылықтарды бойына жинақтаған, әлемдік бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыру. Осындай мақсатта мектебімізде шаңырақ оқушылар қауымдастығы құрылды. Олар Алтын бесік, Шарайна, Зерде, Аманат, Астана, Қордайым, Шаттық, Ұлытау, Бәйтерек, Шың, Өрле Қазақстан, Атамекен, Салауат, Өркениет атауларында өзара біріктірілген екі тілді бастауыш, орта және жоғарғы буын сынып оқушыларынан құрылды. Әр топтың президенті және министрлері сайланып, жылдық жоспар жасалды. Мектептегі тәрбие үрдісі осы жобаның енуіне байланысты бір қатар жанданып, жаңа құрылыммен өзін-өзі басқару жұмысын жалғастырды. Оқушылардың бастамасымен өткізілген ғылыми, әлеуметтік жобалар, акциялар, мерекелік іс-шаралар оқушылардың бойындағы игі қасиеттерін дарындылықты ашуға, мектеп дәстүрін дамытуға, ұжымдық қауымдастықты, мектеп пен ата-аналар ынтымақтастығын нығайтуына ықпалын тигізді. Шаңырақ оқушылар қауымдастығы жобасының аясында бастау алған бірнеше жобалар мектебіміздің тәжірибесіне еніп жүзеге асуда. Атап айтсақ, балалар жаңалықтарының академиясы, оқытап, оқымысты мектеп, туған өлкемнің флорасы мен фаунасы, білім, анимация, театрдың ғажайып әлемі, Техноленд, жас ойшыл сүйікті отаным роботтар көрмесі, Вест видео туған өлке, Ақ шағала біз таланттымыз өнер байқаулары, 100 кітап, буккроссинг, мен мәдени брендті тасымалдаушымын, ата-ананың жұмысында бір күн, кіші отаныма саяхат, Қазақстан балалары шексіз әлемінде балалар киносының жобалары жүзеге асырылуда. Аталған іс-шаралар мен жобалардың жылдан жылға саны мен жасалу сапасы артып келеді. Бұл енгізілген жаңа тың жобалар дарынды оқушылардың шығармашылығын шыңдап, мектептің табыс көрсеткішінің көтерілуінің тиімді жолы. Былтырғы оқу жылында енген Жамбыл облысының әкімдігінің түлек кезет жобасы биылғы оқу жылында жалғасын тауып, мектеп сайтына орналасқан түлектер саны артып, мектепке тағзым акциясы аясында сөзден іске іс-шарасы ұйымдастырылып, апта сайын аудан, облыс, республика көлемінде еңбек сіңіріп жүрген мектеп бітірген түлектермен онлайн кездесулер өтуде. Ұлттық аспаптарының бірі домбыра. Мен бренд тасымалдаушымын.
рухани жаңғыру бағыты аясында Кіші Отанға саяхат жобасын іске асыруда оқушылар Қордай аудандық мұражайына, ауылдың көрікті орындарына, Әлжан апа мұражайына, Кенен ауылында орналасқан Кенен Әзірбаевтың мұражайында, Алматы қаласында орналасқан ұлттық мұражайға топ серуендер жасап, жалпы жылына 800-ден астам оқушы осы жұмыспен қамтылады. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара тығыз әрі достық қарым-қатынаста әрекеттесуінің маңыздылығы зор. Отбасы тәрбиесі мазмұнын айқындайтын ең маңызды құндылықтар ол отбасының әдет-ғұрпы мен дәстүрлері, баланың отбасындағы құқығы, қара шаңырақ, шежіре, әке және ана, әке мен ананың беделі, ата-ананың махаббаты мен қамқорлығы, баланың отбасындағы қорғалғандығы, қарттарға, кішілерге, науқастар мен мүгедектерге қамқорлығы болып табылады. Отбасы бала бойында балалық кезінен адамгершілік құндылықтарды, парасатты және тиімді өмір дағдыларын құру бағытын қалыптастыруы тиіс. Осыған байланысты мектепте ата-аналарды мектеп өміріне белсенді түрде қатыстыруға бағытталған іс-шаралардың тұтас жүйесі, шебер ұстаз, өнегелі ата-ана, тәрбиелі орта, табысты бала жобасы жүзінде жұмыс атқарылады. Олар негізінден өсиет аталар мектебі, тағылым әжелер мектебі, өнеге әкелер мектебі, мейірім аналар мектебі, қамқоршылық кеңес, ата-аналар қауымдастығы, ата-аналар университеттері. Мектептің ата-аналармен атқарылатын жұмыс мазмұнының ең негізгісі мектеп, оқушы, ата-ана үштік одағын нығайтып, бірыңғай тәрбие кеңістігін қалыптастыру болып табылады. Жеті ата қазақ халқының дәстүрлі санасындағы адамның ата жағынан тегі таратылуының нақтылы жүйесі. Бала өзінен бастап әкесі, атасы, бабасы, арғы атасы, түп атасы, тек атасының нақтылы есімдерін кішкентайынан жаттап өседі. Бұл видеоматериалда Қордай ауданындағы номері 4-ші Балжан Бөлтірікова атындағы мектеп-лицейінің 3-ші А сынып білім алушысы Қомшубай Али Мұсаның әулетінің шежіресі сөз болды. Мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі. Бұл шаруашылық халықты май, ет, сүтпен қамтамасыз етеді. Малдың жүнін, терісін, киім-кешек тігуге, киіз басуға қолданады. Баршаңызды сәлем, номер 4-ші Балжан Бөлтірікова атындағы мектеп-лицейінің 6-шы Б сынып оқушысы Әбсәмет Жұрнет. Бүгін мен анама үй шаруасына көмектесетін боламын. Бүгін мен нан илейтін боламын. Оған керекті заттар ұн, жұмыртқа, жылы су ішінде Қорыта айтқанда, оқушы бойында шығармашылықты дамытуда үздіксіз құлшыныс, оқуға, білім алуға деген ұмтылыс ұдайы өшпей, күннен күнге дами түсуі қажет. Сонда ғана оқушы бойында білім нұры тасып, сыныптан сыныпқа көшкен сайын оқушының ішкі дүниесі, сыртқы ортамен байланысы дамып, оқушы дүниетанымы арта түсері